Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Қара Жәшік арнасына қош келдіңіздер. Екі 2025 жылдың 30 маусымда Қазақстанда қоғамдық орындарда бетті жауып тұратын киім киюге тыйым салынатын заң күшке енді. Заңда дінге тікелей сілтемелер жоқ. Бірақ қазірдің өзінде қоғамда үлкен наразылық тудырды. Біз адамды анықтауды қиындататын киім туралы айтып отырмыз. Мысалы, бетті толығымен жабатын заттар. Мысалы, маска, никап, балаклава және басқа да ұқсас заттар. Нақты не тыйым салынған? Құжатқа сәйкес, тыйым бетті толығымен немесе ішінара жауып тұратын және жеке сәйкестендіруге кедергі келтіретін киім немесе аксессуарларға қатысты. Ерекшеліктер қарастырылған. Олар келесі жағдайларға қатысты. Медициналық көрсеткіштер, ауа райы жағдайлары, мысалы, қатты аяз немесе шаңды дауыл. Адам уақытша және форматта қамтылуы мүмкін мәдени, спорттық немесе ресми іс-шараларға қатысуы. Осылайша біз тікелей діни рәміздер туралы емес, қоғамдық кеңістіктегі тұлғаның визуалды қолжетімділігі туралы айтып отырмыз. Неліктен бұл жаңа заң маңызды? Ресми түрде бұл заң қоғамдық қауіпсіздік пен тиімді бейне бақылауды қамтамасыз ету қажеттілігімен түсіндіріледі. Қазақстанда бүгінде бет-әлбетті тану жүйелері белсенді түрде енгізілуде. Ел бойынша 1,3 миллионнан астам бейне бақылау камералары орнатылған. Ірі қалаларда, оның ішінде қауіпсіз қала тұжырымдамасы аясында смарт бақылау жобалары жүзеге асырылуда. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев былай деді: бетімізді жасыратын киімнің орнына ұлттық нақыштағы киім киген дұрыс. Мұндай киімдер этникалық ерекшелігімізді айқын көрсетеді. Заңда мәдени кодты сақтау қажеттілігі туралы да мәселе көтерілген. Бетті жасыратын киім қазақтың ұлттық киіміне дәстүр бойынша енбеген. Қазақстан Орталық Азиядағы мұндай шараларды қолданатын жалғыз мемлекет емес. Өзбекстанда қоғамдық орындарда паранжа немесе никап кию $250 асатын айыппұлмен жазаланады. Қырғызстанда да бетті жауып тұратын киімге тыйым салынған. Көшелерді полиция қызметкерлері мен сақшылар күзетеді. Тәжікстан 2023 жылдан бастап мемлекеттік мекемелер мен мектептерде діни киім киюге толықтай тыйым салды. Рухани институттардың позициялық пікірі. Дін істері комитеті мен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы шешімді қолдады. Ресми мәлімдемеде былай делінген: бұл заң діни міндеттемені шектеуге бағытталған емес. Ислам тұрғысынан әйелдердің бетін жабуы талап етілмейді. Никап белгілі бір аймақтардың мәдениетінің элементі болып табылады, бірақ діни талап емес. Сондай-ақ, ислам дінінде ұлттық және климаттық жағдайларға байланысты киімнің әртүрлі түріне рұқсат етілгені атап етілген. Қоғамдағы реакция әртүрлі болған. Заңды қолдаушылар әсіресе адам көп жиналатын жерлерде қауіпсіздікті күшейтіп, қылмыстың алдын алудың маңыздылығын айтады. Қарсыластар адам құқықтарына атап айтқанда дін және сөз бостандығына шектеулер болуы мүмкін екенін айтады. Мәселен, Атырауда 150-ге жуық оқушы қыз хиджабын шешу талабына байланысты мектепке баруды тоқтатып, әлеуметтік желіде наразылық тудырды. Тәуелсіз құқық қорғаушылар қауіпсіздік мәселелерін ғана емес, сонымен қатар әртүрлі қауымдастық өкілдерімен диалог жүргізу қажеттілігін де қарастыруға шақырды. Бұл заң халықаралық бақ назарынан да тыс қалған жоқ. Reuters агенттігі Қазақстандағы жаңа тыйымды атап өтіп, оны Орталық Азиядағы зайырлық пен қауіпсіздік арасындағы тепе-теңдікті іздеудің көрінісі ретінде сипаттады. Тарихқа көз жүгіртсек, қазақ мәдениетінде бет жүзін жасыратын киім қолданылмаған. Әйелдердің ұлттық киімі мәртебеге, жас пен отбасылық жағдайға ерекше мән береді. Бірақ бет әлпетті жасырмайды. Сондықтан кейбір сарапшылар бұл заңды жаһандану жағдайында және сыртқы мәдени үгілдердің ықпалында ұлттық салт дәстүрге, әсіресе жастардың қызығушылығын қалпына келтіру әрекеті деп бағалайды. Тараптардың дәлелдері. Заңды қолдайтын дәлелдер: қоғамдық қауіпсіздік деңгейін арттыру, бейне бақылау камераларының тиімділігі, ұлттық біргелікті қолдау, мемлекеттің зайырлы сипатын сақтау. Қарсы дәлелдер: діни сенім бостандығын мүмкін шектеу, мәдени сегрегация қаупі, кейбір азаматтарды иеліктен шығару тәуекелдері, жеке өмірге араласу прецеденті. Қазақстандағы жаңа заң
Тек не киюге болады, не киюге болмайды. Бұл қауіпсіздік, сәйкестік және адам құқықтары арасындағы теңгерім туралы. Ол қазіргі заман мен аймақтық қауіпсіздік сын-қатерлеріне бір мезгілде жауап бере отырып, мемлекеттің зайырлы қоғамды дамыту жолдарын қалай іздейтінін көрсетеді. Мұндай шешімдер қоғаммен ашық диалогпен қатар жүруі маңызды. Бұл салт дәстүрге құрметпен қараудың және сонымен бірге құқықтардың бұзылуына жол бермеудің бірден бір жолы. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Ролик ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді комментарийге жазуға ұмытпаңыздар.